Шымкент қаласы ынтымақ мөлтек ауданында осындай арзан екі қабаттан тұратын үйіміз обзор жасалынуда. Қараңыздар, шу 4 соттық жер телімі, алдында шағын ғана кладовкамыз бар. Үй толық біткен, 2026 жылы салынған. Осындай аккуратный, современный, стильный үй. Бар жағдай жасалынған, көріп тұрсыздар. Дайын чемоданмен кіріп тұра бересіз. 3 бөлмелі пәтердің құнымен бірдей. ЖК-ны айтып жатырмын, жылы комплекс алғанша осындай екі қабатты үй алып, бала шағаңызбен рахаттанып, міне тапчан қоятын орын бар, автокөлік қоятын орын бар, шағын ғана баударағы бар, мінекей алдында. Керемет баспалдақ, үйде 5 бірдей жатын бөлме бар, оны қазір асықпай көретін боламыз. Мына панорамный терезе ас бөлмеден шығып тұр. Мына жерде мінекей озеленениеңіз дегесі, ал мына жағында уже көкпеңбек қылып огород ексеңіз де болады. Осы елканы ары қарай өсіріп алсаңыздар да, осындай тамаша бала шаға ойнайтын мінекей аула да жеткілікті. Мынау екі қабаттан тұратын 210 шаршы метрді құрайды. Таза күйген қыш, арауанның полторашка қыштары. Және қазір үйдің ішін бірге тамашалайтын боламыз. Кіреберіс. Мінекей кірген кезде минимализм, артық ештеңкесі жоқ. Мынау прихожая. Бұл үйде бір емес, 3 бірдей сан торап. Мынау бірінші қабаттағы осы қонақтарға өздеріне арналған бірінші сан торап болып саналады. Ал мына жерде осындай шағын ғана холл бөлмеміз. Мінекей холлдан бір қазақша бөлмеміз бар, или жатын бөлме десек те болады. Үйде үлкен қариялар болса, сол кісілерге өте ыңғайлы жатын бөлме жасап қоюға болады. Және ар жағында ас бөлме. Әрбір қазағым үйлі болсын, баспаналы боламын деп жүрген жастарға осы сілтемені жіберіп қоюды ұмытпаймыз. Ынтымақ мөлтек ауданы өте қатты дамып келе жатқан, инфрақұрылымы дамып келе жатқан ауданның бірі болып саналады. Бұл ас бөлме толық жиһаздармен жабдықталған. Жаңа айта кеткендегідей панорамный терезе, аулаға қарайды, ТВ зонасы бар. Және бізде бірінші қабатта зал бөлмеміз бар. Барлық жерде теплый пол орнатылған. Мінекей залымызда әп-әдемі кепкен, 2 терезесі бар, 2 люстраның орны бар. Және қазір екінші қабатты бірге аралайтын боламыз. Мына жерде де жауып тастасаңыздар, әжептәуір бір кладовка болып шығады. Мына баспалдақтары да өте ыңғайлы екен. Төбесінде бізде тағы да 4 бірдей жатын бөлмеміз қалып тұр. Әдемі, аккуратный, современный, стильный үйіміз обзор жасалынуда. Мынау қараңыз. Екінші этаждың шағын ғана бөлмесі, теплый пол барлық жерде. Мынау біздің бірінші жатын бөлмеміз, аулаға жанына қарайтын үлкен терезесі бар. Және де қазір мына жерде тағы бір жатын бөлме. Бұл бізде жатын бөлме как мастер спальня болып саналады. Потому что бұның өзінің жуынатын сан торабымен мінекей душевой бар. Қолжетімді бағадағы үй іздеп жатқан достарыңызға осы сілтемені жіберіп қойсаңыздар, керемет болады. Мынау біздің уже 3-ші жатын бөлмеміз. Барлық бөлме кең-кең, мінекей көріп тұрсыздар. Прям бәрін дизайнерлік ремонтты ойластырып жасаған. Мынау осынша екінші қабатқа арналған жуынатын душевая, и бұл 4-ші жатын бөлме болып саналады. Мінекей сонымен қатар осындай тамаша жаңа ауданда, ынтымақ 2 мөлтек ауданында үйіміз толық обзор жасалынып бітті. Әрбір көрерменіме Аллахым осындай жаңа үйлер жұғысты бола берсін. Үйлі болыңыздар, үй салыңыздар, сатып алыңыздар. Әрбір қазағым бай болсын.